Ал, не болды? Ақша таптыңдар ма? Бар болған ақшаның өз шотыңа қабылдап, оны үшінші тұлғаларға аудару керек болатын, е? Алайда, сендер басқа адамдарға зиян келтірдіңдер. Мысалы, елестетіп көрейік. Бұл қаражат есірткі саудасынан түскен ақша делік. Ал сендер оған тікелей қатыстыңдар. Біреуге доз алуға көмектестіңдер, ал есірткі сатушылар табыс тапты. Бұнда оқиғалардың немен айтылатынын түсінесіңдер ғой? Әлде бұл ұрланған ақша ма? А? Алаяқтар әжеге қоңырау шалып, оның зейнетақысын, ақшасын ұрлап алды. Енді ол коммуналдық қызметтердің ақысын төлей алмай отыр. Ал оны алда суық қыс күтіп тұр. Алайда бұның бәрін ертерек ойлау керек еді. Енді тек фактілер ғана сөйлейді. Сендер дроперсіңдер. Енді сендерді тек қылмыстық жауапкершілік қана күтіп тұр. Бұл бөтеннің оқиғасы деп ойлайсыз ба? 2025 жылғы 16 қыркүйектен бастап бәрі өзгерді. Қазақстанның қылмыстық кодексіне дроперлік 232 бірінші бабы енгізілді. Сіз кім болсаңыз да, мейлі студент, әже, немесе үй шаруасындағы адам болсаңыз да бәрібір. Сіз дроперсіз, демек қылмыстың сыбайласысыз. Сіздің жасыңыз да, ниетіңіз де ақталмайды. Бұл үкім. Мүлік тәркіленіп, 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру. Банктік картаңызды үшінші тұлғаларға бермес бұрын, немесе ақшаны аудармас бұрын ойланыңыз.